Қалай болып жатыр Алматыда? Бичи. Ой, бұл батыс рэп, White Hill. Тым андай емес па? Ақтөбеден Алматыға бекерден бекер келіп отқан жоқ. Андай емес па? Айтпаймын. Қазақстанда ондайға үйренбеген да. Базар жоқ, өзімнің ставкамды қоямын да, шыға беремін. Өз басым мен ондайға қарсымын негізі. Бірақ ақшасын бермейміз деді. Финалға келдік, финал болмай қалды. Екеумізден болды ғой негізі. Сәлем достар, бізде әдеттегідей дат сұхбат, және бүгін бізде қонақта батыстан келіп отқан Жоламан, JMC. Таныстырып өт өзіңді? Абуталип, White Hill. Сонау жерден келіп қалдың енді. Алматы деп осы дат деп келіпсің, білуімізше. Қалай болып жатыр Алматыда? Күн қалай өтіп жатыр? Алматыда келгеніме где-то 2 айдай болды. Үйреністім Алматыға. Жақсыз акцентіңді келіп қалыпты Алматы. Бичи. Керемет, жалғастырайық. Рэпте жүргеніңе аз болған жоқ, бірақ көпте болған жоқ. Осы ұзынды қысқалы уақыттың ішінде не түйдің, не үйрендің және не жасап жүрсің қазіргі сәтте? Қазіргі таңда негізінде өзім рэпке где-то 2015 жасымда ғой, 2010-дарда ма, 2015 жасымда сол құда балам үйінде жүрген бірдеңе. Ол кезде андай музарттар тыңдаймын да. Құда балам сол бірдеңе тыңдап жүрді. Сосын ұнай бастады да. Но не деп сұраған кезде, в общем, Ашқазақтың трекі болып шықты, Шыңғыстардың. Содан кейін қысқасы сол бағытты тыңдап, іздеп, интернеттен, Гуглдан қарап тауып алдым да. Сол қызығушылықпен солай бастап кеттім. Ең бірінші рэптен бұрын қазір көбісі біледі, көп жігіттерге сведения істеймін да, обработка жағын бірінші дұрыстап алдым. Мен өзім рэп айтпас бұрын обработкаға көбірек мән беремін. Солай рэпке келдім. 2010-да келдім. Қазір 9 жыл болды ма? Жалпы 9 жылда қазақ рэпінен қанша ақша таптың? Қалтаң біраз қалыңдап қалған болар. Мен деген тек рэппен ақша таппаймын. Мен өзім былай рэппен базар жоқ бір. Студент кездерімде концерт қойып тапқан шығармыз. Ол кезде Ақтөбеде жақсы аудитория жиналатын болды да концертпен. Одан кейін мен уже Instagram ашқаннан кейін форматты, 2 формат ұстадым да. Біреуі рэпке, кездесу саунд форматқа, ал біреуі Instagram форматқа. Сосын тағы 3-ші формат бар, ол той формат. Асабаларға выход жасаймын. Мен өлеңдермен туш қылып шығарып алады да. Менде сол тақырыптар болса, шынымен сұрақтар көп осы. Жалпы рэпті былай айтқанда қазіргі сәтте монетизацияларға айналдырып жатырсың, иә? Ерекше жолымен, тойдың жолымен асабаларға выход шыққанына рэппен неғылып. Бірақ тым андай емес па? Андай емес па, тым төмен емес па, қалай ойлайсың өзің? Қай жағынан? Жалпы білмеймін, менің ойымша той әндерін біз қалай жалпы сыртқа қарай итереміз, сол секілді жалпы тойға қатысты дүниелердің барлығын былай итеріп соғады. Ол менде тойдың форматы, өзім жасап жүрген рэптерім. Рэптің аудиториям бөлек, ал Инстаграмда тойдағылар бөлек тыңдайтындар. Ал мен тойдың тыңдайтын, Инстаграмда тыңдайтындар менің кездесу саундта не жазып жатырмын оны білмейді да. Себебі мен той форматтарға Абуталип, Жоламан деп шығамын. Сөйтіп Абуталип деп шығамын да. Ал рэпте JMC болып жүрдім ғой. Сол себептен JMC деп білетті, ал Инстаграм форматтағылар білмейді мен вообще былай. Мынандай рэп айтатын да, батыл рэпте жүргендерімді. Сол себептен мен өзіме пайдасын тигізем. Жаңа выход жазып берем. Бір выходты мысалы асабаға сен мысалы маған выход жазып бер десең, $100 сұраймын мысалы. $100 жазамын да, мен оны тойға тіпті ертең рэп айт деп шақырса да сен айтуға дайынсың. Айтқанда боларсың. Айтпаймын мен тойға рэп. Просто мен чисто осылай жазып тек сатып отырамын. Не үшін айтпайсың? Мен тойға шығып айтатындай ондай. Ойлаш, сен шықтың, тойға бір той жар жер болдың, кеттің ғой, тойға алғаш рет шыққан рэпер, сен рэптің былай айтқанда түсінігін тойға келіп тұқтың, бұл өте қазір жоқ нәрсе. Сен былай айтып отырсың ба, заказ берсе егер деп па? Заказ бер тапсырысқа шақырып деліге, мысалы $5 барып келіп. Шақыртумен осылай деп айтса, базар жоқ, өзімнің ставкамды қоямын да, шыға беремін. Жалпы тойға шығуға да қарсы емессің? Қарсы емеспін ешқандай. Қарсы емессің. Жалпы бізде қазіргі қазақ рэпінің деңгейін қай деңгейде деп есептейсің?
мен өз басым қазақша рэп айтқанмен қазақша рэп тыңдамаймын негізі. Мен где-то бір 5 жылдай 4 жылдай болды да французский рэппен өсемін мен негізі. Звучаниесін қалаймын, қалай істейді олар. Мен обработкаларын байқасаң вообще эффектпен шығады ғой. Ал Қазақстанда ондайға үйренбеген да. Мынау не тюн қосып тастаған автотюн болып жатыр ғой, дауысы компьютер ғой дейді да. Ол тыңдаған кезде уже әдемі естіледі құлаққа. Солай мен звучание шығарып аламын да өзіме тыңдауға. Ал концертный версияға уже басқаша шығасың ғой. Сол себептен мен шетелдің американы көп тыңдамаймын, американский рэптерді. Просто чисто французский тыңдаймын да, соны құлағыма. Кімдер француз рэперларына кімдер білесің? Бір-екеуінің атын айтып өтсең. Сибойд тыңдаймын, MHD-ді тыңдаймын. Бобан. Андай тілдер ұқсайды ау деймін, олар ж деп сөйлеп. Г дегендер бар, сондайлар да ұқсайды кейбір жерлері. Французский көп қой негізі, карис бар, жетеді құрсын оларда. Жарайды, алыс Францияға кетпей қойып, бер жағынан осы Қазақстанның төңірегінде батыс рэперларынан көп байқаймын. Батыс рэперларында эго бар өздерінше. Эго әр рэперде бар, бірақ батыс рэперлары бір өздерін ерекше ұстап тұра ма, әлде ана Европаға бізден біраз жақын болғандықтан сондай бір не бар ма білмеймін. Неге ол нәрсе? Ол сенде де бар ма, сенің қанында да? Батыс, бұл батыс рэп, white hill или қалай? Сондай нәрселер жалпы не үшін деп ойлайсың өз басың? Бөліну ма? Трайбализм. Өз басым мен ондайға қарсымын негізі. Бөлінуге неге десең, менің қасымдағы бауырларым рэпте жүрген батыстан емес олар. Алматының балдары мысалы да, шығыстың балдары, сояқтың балдары. Мен жан-жақтың балдарыма жақсы араласам, сол себепті өйтіп бөлінгім келмейді, ортақ бір движ жасағым келеді да. Көзқарасым жаңағындай. Бізде бағана осы шығарылымға дейінгі рэперлардың барлығы датқа қатысқан рэперлар болды. Біздің көрермендер тіпті көріп ойлап жатқан шығар, JMC датта болған жоқ қой. Қалай ғана бұл жерден тап болды деп, жалпы сол жайлы өзің түсіндіріп өтсең де болады, дат жобасы жайында. Мен Ақтөбеден Алматыға бекерден бекер келіп отқан жоқпын, еріккеннен. Біріншіден мен творчествомен айналысу үшін келдім осы жаққа. Мақсатым бар 2019-да. Басқаша бағытпен көргім келеді да 2019-да. Демек, сендерден жақсы батыл күтеміз, онда? Жақсы батыл күтуге, мен бірінші батыл қарағанда екінші батыл жақсы болады деп ойлаймын, аудитория жағынан да, адам көп болса екен деп ойлаймын да. Жасаған затымыз тек 10 адамға несемесін деп. Менде андай поддержка болғанын қалаймын да, шыққан жерде. Сол себепті екінші батыл қызық болады, біріншіге қарағанда дейсің. Оны енді көре жатармыз, қаншалықты сендер керемет батыл жасай алатындарыңды. Керемет шығармашылығына сәттілік тілейміз, және 5 жылдан кейін өзіңді қайда көресің, және қазақ рэпінің өсіру үшін не істей аласың, не істелу керек жалпы кішігірім? Қазақ рэпіне негізінде көтерілу үшін, жалпы өз басын көтерілу үшін да, трек жазып шығарып жіберу емес, главное, тек оған материал шығарған дұрыс қой, негізі клип түсірген дұрыс, сол кезде адам түріне қарап, осы жігіт айтады екен ғой деп уже біледі да, көшелерде таниды. Ал қазақ рэпі көтерілуге осындай дат сияқты, қара бері сияқты сондай жобалар керек та. Себебі қазақ рэпінде мысалы танылмай жатқан жас емселер көп қой, мысалы да, шалмай жүр, поддержка жоқ. Сондайлар етек жігіттер осындай жерге қатысады да, соларына бірдеңе шығып кетуі мүмкін, мысалы. Сол себепті мына дат сияқты жобалар қазақ рэпіне керек. Сол көтеретін негізі. Сонымен қоса қара бері жайлы да сұрағым келіп отыр. Шоу қызық болды. Негізі қатыстың, тіпті соңғы деңгейлерге дейін жеттің, бағанағы соңғы этаптарға дейін. Қалай өзі басың пікірің қысқадан нұсқа? Жалпы қазақ рэпіне үлесін қосқан бағдарлама ғой негізі қара бері. Егер қара бері болмаса, мынандай бізде комьюнити болмайтын еді, достар болмайтын еді. Осындай бауырлармен араласып өйтіп көрмейтін едік, анаяқта Ақтөбеде жата береміз, Алматыда жүреміз да, мысалы, біріміз көрмей. Сол себепті қара бері негізі стимул берді, не жасау керек, соны түсіндік, анаяққа барып. Қара беріге дейін жасаған затым мен, қазір жасап жүрген затым екі бөлек, мен мысалы қарап отырсам, өзім үшін да. Сол себепті деңгей өсті дейсің ғой? Деңгей өсті. Сол себепті мен уже түсіндім, клубтарда концерт берген кезде, қара беріде жүргенде, чтоб сондай жерге жету керек екен, осындайға күштікен ғой деген сияқты өзіме сондай ощущение алдым да. Соңғы тағы бір сұрақ туындап тұр. KZ Sound 4-ші батылда екеуміз финалға дейін келдік. Финалға келдік, финал болмай қалды.
Не үшін болмай қалды, және біз тіпті ол финалға мүмкін сенің басқа да маған ұсынар нелерің бар шығар, мүмкін біз оны өзіміз ақ жасай алармыз деген секілді. Не ойлайсың ол жайында? Маставин ойлаған ғой, саған шанс жоқ, маған қарсы просто ол видишь, біз батыл болып жатқан кезде финалға жақындаттық қой, уже финал болады. Финалда болдық екеуміз. Иә, қара бері болып кетті, содан кейін білмеймін не болып кеткен, батыл жалғаспай қалды. Бұл қара берін әсер дейді ма, неге екенін ше түсінбей қалдым өзімде. Финал не болды, просто ақшаны құртып сен өз басың айтқан жоқсың ғой, жинаған ақшаны құртып жібердім. сен мастағы айтқан жоқсың әйтеуір, типа болмай ақ қойсын, мен чет ұтылып қалатын секілді, ондай ештеңе болған жоқ әйтеуір. Мен мысалы тұрып егер тапсыр несе десе, сыйлық бәрін береміз десе болады. Екеуміз жақта екеумізден болды ғой негізі. Қарап отырсаң, қорытынды шығарған жоқ финалда, да, мысалы. Шығып тұрсыңдар деп айтқан былай негізі екеуі. Тіпті қорытындыда шыққан жоқ. Сосын айтқан екеумізге ақшасын негізі 100 000 теңге ма сондай қойған. Бірақ ақшасын бермейміз деді. Өтірік емес, жасыратың жоқ. Ұйымдастырғасын. Менің ойымша басқа алдыңғы батылдардағылар 80 000, 90 000 болды ғой, ешқайсысы алмаған сияқты, соған қарағанда. Бәрі құр сөз дейсің ғой, құр әңгіме. Жарайды, Жоламан, кішігірім сұхбат болды. Бұл әдеттегідей дат сұхбат бағдарламасы бізде бүгін қонақта, сонау Ақтөбеден GMC. Қош келдің және қош көрдік. Сәттілік, аман, сау болыңдар.